Бүгін біз форумдағы Аспан парк балалар орталығына келдік. Бұрында болғанбыз, бірақ бүгін ерекше күн. Ұнағаны үлкен және аттракциондар көп. Ал ұнамағаны осындай автоматтарға төлеу керек. Кіру бағасы 5000 теңге. Менің ойымша, бірінші рет келген балаларға бұл жерде өте қызық болады. Осында соңғы рет келгеніміз есімде жоқ, бірақ менің ойымша аттракциондардың көбісі ескі. Бір моментте мына лабиринтте адасып кетті. Инструктор күтіп отырмыз. Ужас. Страшно, е? Үлкендерге мынандай да бар. Батутта секіретін алаң өте үлкен. Бәріне жететін сияқты. Вот опять. Кейбір аттракционды байқау керек, өйткені балалар секіріп, басқа балалардың үстіне секіруі мүмкін. Мына аттракционды кішкене түсінбедім. Бір джип, бірақ көп жерден мінуге болады. Сонда басқалар джипсіз қалай мінеді? Егер бағалайтын болсақ, бұндай жерге, бұндай контингентке бұл балалар алаңы нашар деп ойлаймын. Мүмкін 4, мүмкін 4 минуспен баға қоюға болады.